Кешар қымбатты көрермен, GJ студия алаңдағы кезекті сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Әлеуметтік желіде кез келген ақпарат тез тарайды. Алайда оның қайсысы рас, қайсысы жалған, жалпы қалай ажырату керек? Мұнымен қалай күресеміз? Әлеуметтік желілердегі араздық тілін болдырмау шаралары туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі этносаралық қатынастарды дамыту комитетінің төрағасы Ғалым Нұрмағанбетұлымен дәл қазір сұхбаттасамыз. Ғалым Нұрмағанбетұлы, студиямызға қош келдіңіз. Кешар. Ғалым Нұрмағанбетұлы, жалпы президент Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік желіде айтылған кез келген сөз жастар арасында араздық тудыруы мүмкін деп айтты. Яғни дау жанжал немесе дүрбелеңді болдырмау үшін салалық ведомстволарымызбен қоғамдық ұйымдарымыз тығыз ынтымақтастық орнатып, барынша халыққа түсіндіру жұмыстарын жасау керек деді. Осы мақсатта қандай шаралар қолға алынды? Расында да бұл өте бір күрделі, маңызды мәселе. Біз енді этносаралық қатынастар саласын дамытумен айналысатын болғасын, біз осы тұрғыдан өзіміздің үлесімізді қосудамыз. Үлкен осы мақсатқа басқа мемлекеттік органдармен бірлесе отырып жұмыс жасаймыз. Әсіресе біздің мақсатымыз осы этностар туралы жағымсыз араздық тілін таралуына тосқауыл қою. Мүмкіндігінше біз енді әрине ол бірінші біздің ақпарат құралдарының саласында жұмыс жасайтын журналистерді, блогерлерді, осы медиа сауаттылық, факт-чекинг, тағы да осындай өте маңызды тақырыптарға қатысты біз әдістемелік қолдау көрсетіп отырамыз. Әсіресе біздің осы салаға тікелей келетін болсақ, осы жерде біздің мынау этностар туралы ақпаратты таратуға қатысты біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтамыз. Әсіресе осы мынау қандай да енді адамда болғасын көптеген қарым-қатынастар болады. Әр салада адамдар араласады. Біздің елімізде 5,5 миллиондай басқа этнос өкілдері тұрады. Сондықтан қандай да бір жағдайлар болып жатады, тұрмыстық, криминалдық жағдайлар болып жатады. Сондықтан біздің осы әдістемелік жұмысымызда әрқашанда осы мынау ақпарат саласындағы біздің қызметкерлерге айтатынымыз, осы қандай да жағдайды да біз ақпараттандыру барысында, мысалы этностарды атамауға шақырамыз. Біздің енді басты мақсатымыз осы саладағы мысалы журналистермен, блогерлермен тығыз байланыста болу, оларды ақпаратпен қамтамасыз ету, әдістемелік көмек көрсету. Сол үшін біздің мысалы комитетіміздің тарапынан әртүрлі әдістемелік құралдар дайындалады. Ол мысалы факт-чекинг, медиа сауаттылықты дамытуға қатысты, этносаралық саладағы глоссарий, қандай терминдер бар екенін, қалай дұрыс пайдалану онымен. Содан кейін біздің енді сол әдістемеліктерді дайындап, біз арнайы оқыту семинарларды ұйымдастырамыз. Блогерлермен, иә, оның ішінде блогерлер де бар. Көбінесе ол енді өңірлерде болып жатады. Биыл мысалы біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанында журналистер клубы бар. Биыл 15 жыл толып жатыр клубына. Сол клубтың төңірегінде біздің жалпы этносаралық тақырыпты қозғайтын мамандар бар, журналистер бар. Соларды 200-дей мүшеміз сол клубта кіреді. Солармен біз тығыз жұмыс жасаймыз. Әсіресе биыл 4 өңірде біз басқа 20 жалпы өңірді қамта отырып, арнайы клуб отырыстарын ұйымдастырған болатын. Бұл жерге арнайы мамандарды шақырдық. Әсіресе осы факт-чекингмен айналысатын, медиа сауаттылықпен дамытатын мамандар өзімізді сол бір күндік, 2 күндік әртүрлі семинарлар өткізіп, біз осы егжей-тегжейін осы саладағы мемлекеттік саясатты түсіндіреміз. Жалпы араздық тілін жол бермеу тәсілдерін ашып көрсетеміз. Араздық тіліне тоқталдыңыз, Осыған кеңірек тоқталып өтсеңіз, және этностық немесе тілдік қағидат бойынша кемсітушіліктің кез келген түрін әлеуметтік желіде пікірлер арасында болдырмау үшін нақты не істеу керек? Жалпы әрине біздің мынау мектептен бастап тәрбие жұмысында, білім беру жүйесінде осы мынау саяси және құқықтық мәдениетті қалыптастыру керекпіз. Бұл иммунитет, әсіресе осы жаңағыны айтқандай медиа
грамотность дейміз, медиа сауаттылық, факт-чекинг, оны осы мынау жастардан бастау керекпіз. Біз сол үшін мысалы комитет тарапынан арнайы әдістемелік құрал дайындадық. Барлық осы еліміздегі мектептерге біз тараттық. Ол жерде мысалы мынау балалардың арасында мынау этносаралық қатынастар мәдениетін қалыптастыру жұмысы тура айтылған. Ол жерде мысалы мынау мұғалімдерге, біздің ұстаздарымызға методикалық құрал. Ол жерде қалай жұмыс жасау керекпіз, қандай тәсілдерді пайдалану керекпіз дегендей сондай барлық мәселелер ашылған. Және сол жерде мысалы мынау жастардан бастағанда біз мынау интернет әлеуметтік желілерді барлық жастарымыз пайдаланады ғой. Сондықтан ол жерде мынау өзінің этикасы бар екенін, және осындай мысалы осы этиканы бұзсақ, заң бұзылса, оған қандай жауапкершілік бар екенін бізді түсіндіру керекпіз, халыққа жеткізу керекпіз. Мысалы бізде 174-ші қылмыстық кодексімізде 174-ші бап бар. Әсіресе осы мынау араздықты тудыру, этносаралық араздықты, діни араздықты тудыруға қатысты бізде нақты жауапкершілік бар екенін біз міндетті түрде жастарға бойына жеткізу керекпіз, түсіндіру керекпіз. Және бұл тұрғыдан әрине екінші бір жағы ол мынау үйдегі тәрбие. Үйдегі тәрбиеде көп тәрбиеге байланысты. Сондықтан біздің мынау комитет тарапынан, осы Қазақстан Халқы Ассамблеясы тарапынан арнайы аналар кеңесі, ақсақалдар кеңесі дегендер осында ұйымдар ашылды. Ғалым Нұрмағанбетұлы, ақпараттық гигиена деген түсінік бар. Яғни кез келген азамат әлеуметтік желіде оңды солды тараған ақпаратты өзінің сүзгісіне өткізіп, тексерілген ақпаратты тұтынуға құқылы. Енді халық арасында осыны қалай енгіземіз? Ол енді өте бір күрделі сұрақ. Оны тек қана біздің салаға емес, барлық салалық министрліктерді осы мәселемен айналысу керек, зерттеуге қажет. Меніңше біздің ең бастысы осы медиа сауаттылықты көтеру, құқықтық саяси мәдениетімізді көтерсек. Мен ойлаймын, көп жағдайда біз мынау иммунитетті қалыптастырсақ, ондай мысалы бір араздық тіліне себеп болмайтындай біз мысалы мынау жағдай жасаймыз. Ал енді фейк ақпаратты, ол әрине біздің қазір енді әсіресе осы халықаралық жағдайды ескере отырып, қазір мынау күрделі жағдайды, әртүрлі ақпараттық соғыстар болып жатады, арнайы дайындалған осындай фейк ақпарат таралады. Сондықтан осы тұрғыдан әрине біз мысалы әр азамат, мысалы қарапайым азаматтарға біз айтатынымыз, сіз қандай да бір WhatsApp арқылы, әлеуметтік желілер ақпарат келсе, сіз оны тез таратып жіберуге асықпаңыз. Ол міндетті түрде бұл ақпаратты тексеру қажет. Ол мысалы растығын қарау керек, растау керек. Мысалы оны бірнеше көзден қарауға болады. Мысалы ресми ақпарат құралдарынан ақпарат шыққан, мемлекеттік органдардың пікірінен естіп, оны мысалы таратпай, ресми ақпаратты сұрастыру болады. Қазір көптеген осы министрліктерде, комитет, департаменттерде, өңірлік жерлерде, әкімшіліктердің барлық жерде пресс центрлары бар, арнайы осы мынау ақпарат хабарласып, ақпарат алатын орталықтар бар. Сондықтан осы жерден хабарласып, немесе мынау факт-чекингмен алысатын сайттар да бар. Ол жерге де кіріп тексеруге болады. Бірнеше көзден көрген жөн. Ғалым Нұрмағанбетұлы, әлеуметтік желінің заманында хейт, жаңа өзіңіз айтқан фейк ақпараттардың желіде ескен уақытында тосқауыл қою қаншалықты мүмкін фейк ақпараттарға? Мен ойлаймын, жалпы біздің енді құқықтық демократиялық мемлекет болғасын, біздің мысалы мынау барлығын бір әлеуметтік желілерді жауып ұстау, сондай бір әртүрлі кейбірде пікірлер естіп жатырмыз. Ол енді меніңше бұл тиімсіз жол. Оны тек қана бір жауып ұстау, ол мынау барлық мәселелерді шешпейді. Неге десеңіз, біздің азаматтар әртүрлі ақпаратты алуға құқылы. Ол адамның құқықтары. Сондықтан осы сөз бостандығы бар, басқасы бар. Сондықтан біздің жеке жауапкершілікке
біз көңіл бөлу керекпіз. Жеке әр азаматтың ба? Әр азамат өзінің жауапкершілігін түсінсе, мысалы оның сөзі жазғаны ертең мысалы қандай да бір келеңсіз жағдайға алып келсе, мысалы біреу сол ақпаратты тыңдап ертең бір қылмысқа барса дегендей, сондай жағдайларын аулақ болу үшін біз өзіміздің жауапкершілігімізді түсінсек. Интернет желісін пайдаланушылардың біздің елімізде 80%-дан астамы осы әлеуметтік желіні қолданушылар екен. Жалпы осы әлеуметтік желінің пайдасы мен зиянына тоқталып өтсеңіз. Меніңше енді біздің расында да қазіргі ақпарат дәуірінде бұл әлеуметтік желілер болады және оның бір жақсы желілерін де біз пайдалану керекпіз. Неге десеңіз, мысалы біздің әлеуметтік желілер арқылы, әртүрлі осы мынау аккаунттар арқылы біз тек қана жағымсыз емес, жағымды ақпаратты да тарата білеміз. Тарату білу керекпіз, иә. Мысалы ол жерде өте бір керек, қоғамға керек, адамға керек ақпаратты таратуға болады. Меніңше біздің мынау жастарымыз көбінесе осы мынау жақсы жағынан пайдалану тәсілдерін біз меңгеру керекпіз. Мысалы, осы жағымды ол жерде көптеген жақсы ақпарат бар. Мысалы, адамдардың достығы туралы жақсы, мысалы, этносаралық қатынастарға келетін болсақ, мысалы, қандай біздің әлеуметтік желілері арқылы біздің азаматтар көбінесе осы мынау этностар туралы жағымды ақпарат алады. Ол жердегі олар мысалы мемлекеттік тілде сөйлеп жатқанын, әнімізді айтып жатқанын, мынау осы қоғамның патриот азаматтары туралы, мысалы ретінде жағымсыз да жағдайлар болады. Оны мысалы біз сол жағдайлар туралы бір білу керекпіз. Ең бастысы өзіміздің ішкі бір иммунитет қалыптастыру, фильтр болу керекпіз. Медиа бір сондай сауаттылық керек. Меніңше, сондықтан әлеуметтік желілерді біз пайдалану керекпіз. Дұрыс пайдалану керекпіз. Және жағымсыз енді көріністерін біз алдын алып, осы бір мүмкіндігінше оны азайтуға тырысу керекпіз деп мен ойлаймын. Ғалым Нұрмағанбетұлы, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет, қызметтеріңізге табыс тілейміз. Рахмет. Аман сау болайық. Қымбатты көрермен, арнамыздан ауыспаңыздар, әрі қарай эфирді әріптесім Ағдана Сабыр жалғастырады.